Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен дәруменді жеміс салатының рецептімен бөлісетін боламын. Құрамына кез келген жеміс түрін қосуға болады. Мен алма, банан, қызылша, мейіз, жаңғақ, йогурт қосып жасаймын. Ең алдымен алманы жуып тазалап аламыз. Әркім өз қалауы бойынша тураса болады. Мен ұсақ төртбұрышты етіп турадым. Бананды да дәл солай төртбұрышты етіп турап аламыз. Суға қайнатып пісіріп алған қызылшаны да дәл осылай төртбұрышты етіп тураймыз. Қалауларыңызша құрамына тағы да басқа жеміс түрлерін қоссаңыздар болады. Туралған жемістердің үстіне жаңғақты, мейізді саламыз. Үстіне йогурт салып, жақсылап араластырамыз. Йогурт қою болғаны дұрыс. Егер сұйық йогурт пайдаланатын болсаңыздар, салатымыз өте сұйық болып кетеді. Міне осындай түсі әдемі, дәруменге бай, денсаулыққа пайдалы салат шықты. Үй жағдайында өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы оңай. Сіздермен болған ләззат. Каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналымда жаңа рецепттер күтіңіздер.